Aslında берген дәріні тұрақты ішетін болсаңыз, бір ішпей жүретін болсаңыз, онда сіздің қан қысымыңыз 140-тан 160-қа бірден секіреді. Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар. Мен жалпы тәжірибелі дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Сіздер осы видеоны көріп отырсаңыздар, мен каналым арқылы келіп отырсаңыздар, мен кім екенімді біліп отырсыздар. Мен бүгін жүрек ауруларының бірі ең жиі кездесетін ол біздегі артериалдық гипертензия. Артериалдық гипертензия, яғни адамдағы қан қысымының жоғарылауы. Қан қысымының жоғарылауы оның біріншілік немесе эссенциалды, яғни жүректің өзінен немесе қан тамырларынан болатын ауруды эссенциалды деп атаймыз. Эссенциалды артериалдық гипертензия, ал екіншілік немесе симптоматикалық ол қандай да бір басқа да органдардың бұзылуынан пайда болатын қан қысымының жоғарылауын айтады. Мысалы оған бүйрек аурулары болатын болса, эндокринді аурулар болатын болса, немесе басқа да НПВС гормондарды қабылдайтын болсаңыз, басқа да дәрілік заттардың әсерінен қан қысымының көтерілуін айтамыз. Егер де сізде бірден қан қысымыңыз көтерілсе, ол өте қауіпті жағдай болады. Сол себепті бұл дабыл қағатын бір белгі болады. Келесі біз қан қысым жалпы артериалды гипертензия деп диагноз қоярдан алдын қою үшін дәрігердің алдына келгенде 2 рет көтерілетін болса, немесе үй жағдайында 3 рет өлшегенде қан қысымы көтерілсе, онда біз артериалды гипертензия деген диагнозды қоямыз. Және де оны қан қысымы өлшегенде отырып, немесе жатқан күй қалпында өлшеген дұрыс. Яғни жүріп келіп өлшемей, жүріп келдіңіз, және кішкене өз тыныштық қалпын сақтап, содан кейін өлшеген дұрыс болып келеді. Және де үйде өлшегенде, 3 күн қатарынан өлшегенде, немесе таңертең кешке өлшеп, 3 күн қатар өлшегенде қан қысымы жоғары болатын болса, 35-тен жоғары, 135-85-тен, ал дәрігердің алдында 140-90-нан жоғары болатын болса, онда сізге артериалды гипертензия деген диагноз қойылады. Енді біздің келесі артериалдық гипертензияның белгілері, яғни қан қысымы жоғарылауы, бас ауруына, бас айналуы, құлақтың шуына және бастағы бір аурулық сезіміне, кейде науқастарды жүректің айнуына қатты көтерілсе, құсуға да алып келуі мүмкін. Және де бастың ауруы көбіне шүйде аймағында, яғни бастың арқа бөліктерінде ауыратын болса, онда сізде қан қысымының көтерілгендігінің белгісі болып келеді. Бізде келесі қан қысымының өзінің дәрежелері болады. Біздегі қалыпты қан қысымы негізі әркімде әрқалай. Егер де өзіңізді сол қан қысымында жақсы сезінетін болсаңыз, басыңыз ауырмай, өзіңізді жақсы жұмыс қалпын сақтай алатын белсенді күйде болсаңыз, ол сіздің дәл сол қан қысымы сізге қалыпты болып келеді. Ал негізі нормада 120-да 110-120, және де диастолық қысым 80-ге дейін болып келеді. Ал егерде оның кейбір кісілерде бәрінде бірдей емес, кейбір кісілерде 120-да 129-ға дейін, 80-де 84 қалыпты болуы мүмкін. Ал және де жоғарғы қалыпты деген түрі болады, 130-139-ға дейін, ал егерде 140-тан жоғарыда болатын болса, онда ол қалыпты түрге жатпайды. Сіздің қан қысымыңыз көтерілді, оны өлшегенде, сізге диагноз қойғанда, осы нормативтерге қарай диагноз қойылады. Мысалы 140-та 159 болатын болса, систолалық, ал диастолалық 90-да 99 болатын болса, онда сізде бірінші кезең деп аталады. Ал систолалық дегеніміз, яғни ол систолалық деген жүректің жиылған кезін, ал диастолалық ол жүректің босаңсыған кезі болып келеді. Яғни бізде жүрекше қаншалардың өзі жиылып босаңсып отырады. Яғни жүрекше жиылғанда қарынша босаңсиды, сол кезде қарыншаға қан толады. Ал қарынша жиылған кезде онда
ол біздің өкпеге немесе аорта, жүректің аортасына қарай қан айдалады. Яғни систола кезінде жүрек жиырылады немесе қарынша, ал диастолада босаңсиды. Келесі, бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі гипертония екінші дәрежесіне келетін болсақ, онда ол 160-тан 170-ге дейін систолалық, ал диастолалық 100-бен 109-ға дейін болып келеді. Ал үшінші кезеңі ол 180-ге дейін, ал диастолалық 110-ға дейін болу керек. Ал егерде 180-нен жоғары болатын болса, онда ол гипертониялық криз деп аталады. Және бұл кезде соған сай сіздің неңіз анықталады, емдеу тәсіліңіз анықталады. Кейбір кісілер осы қан қысымы көтерілгенде бейжай қарауы мүмкін, бірақ егерде сізде бір рет қан қысымы жоғарылайтын болса, онда барынша бірінші қан қысымы көтерілген кезде біз диета сақтап, немесе тұзды аз қолданып, физикалық жүктемені күшейтіп емдеп көруге тырысамыз. Егер 3 айдан кейін сол қан қысымы жоғары болатын болса, онда артериялық гипертензияның бірінші дәрежесі немесе қай деңгейде тұрса, сол диагноз қойылады. Екінші дәрежесі, бірінші дәрежесі. Енді бастапқыда мен сіздерде айтпаймын, что бірден 180 болады деп. Егерде сіз басында берген дәріні тұрақты ішетін болсаңыз, бір ішпей жүретін болсаңыз, онда сіздің қан қысымыңыз 140-тан 160-қа бірден секіріп кетуі мүмкін. Және де оны қайтадан сол 140-қа 140-та ұстап тұру өте қиын болады. Сол себепті егерде сізге дәрі тағайындалған болса, онда оны соның уақытында ішіп, тұрақты ішіп қабылдап отырған дұрыс. Артериялық гипертензия диагнозын бірден қоймаймыз. Ол адамның жасына қараймыз, жынысына қараймыз, және де салмағына қараймыз, темекі қабылдай ма, және ішімдік қабылдай ма, және де тұзды қалай қабылдайды, және қауіп факторларына қарайтын боламыз. Келесі, яғни сіздерге визуалды түрде көрсететін болсақ, егерде жасына 55-тен жоғары болатын болса, әйелдерде 65-тен жоғары болатын болса, онда қауіп факторларына, қауіп тобына жатады. Темекі тартатын болса, және де егерде холестерин деңгейі 6-5-тен жоғары болатын болса, егерде қант диабеті болатын болса, және де осы ЛПВП тығыздығы жоғары, тығыздығы төмен липопротеиндер, және де осы семіздік бар ма, жоқ па, соның бәрін анықтайтын боламыз. Және келесі бізде нысаналы ағзалар деп атаймыз, яғни осы бас миында, немесе көзде, жүректе, бүйректе, қан тамырларда қандай да бір аурулар бар ма? Егерде сол аурулар болатын болса, біз дәрілік препараттарды қайсысын қолданамыз, және де комбинирлі қолданамыз ба, қалай қолданамыз, соған байланысты болып келеді. Егерде инсульт алдын болған болса, және де көздің көруі нашарлаған болатын болса, немесе бүйректе нефропатия, яғни бүйрек ауруы болса, немесе инфаркт болған болса, миокард инфаркт болған болса, солардың бәрі соған байланысты біз осы ауырлық дәрежесіне байланысты қауіп қатер тобын анықтап, соған сай біз диагноз қоямыз. Бұл жерде мен сіздерге бәрін жаттап алыңыздар деп айтпаймын, просто бұл жердегі біз неге қарап диагноз қоямыз, дәрежесіне қараймыз, және де сізде қауіп факторлары бар ма, және де нысаналы ағзаларда, яғни бағана айта кеткендей, жүректе, көзде, бүйректе, және де қан тамырларының аурулары бар ма, яғни егерде төмен шеткі аймақтардағы
аяқ қолыңыздың мұздауы, жаурауы, сондай белгілер болатын болса, онда соған сай біз қауіп қатеріне байланысты дәрежесін анықтайды екенбіз. Мысалы, егерде қауіп факторлары біреу екеу болатын болса, ол төмен дәрежелі, орта дәрежелі және өте жоғары дәрежелі болып келеді. Соған сай диагноз қоямыз. Бұны мен сізге жаттап алыңыздар деп айтпаймын, просто жалпы ақпарат ретінде біліп алғандарыңыз дұрыс болып келеді. Келесі айтатын болсақ, яғни осы біздегі қан қысымын емдейтін дәрілік препараттардың барлығы осы жүректің шеткі аймақтағы қан тамырлардың қатты тырысып алу нәтижесінде қан қысымы жоғарылайды. Яғни егерде былай түсінікті тілде айтатын болса, қан қысымы шеткі аймақтағы қан тамырларының тырысып алуынан, яғни қатаюынан пайда болады. Барлық препараттар осы шеткі аймақтағы қан тамырлардың босаңсуына негізделген болып келеді. Яғни біздегі бірінші препаратымыз ол бета-адреноблокатор деп аталады. 5 топтағы дәрілік препараттарды қолданамыз қан қысымын төмендету үшін. Ол бірінші бета-адреноблокатор, яғни ол жүректің жиі соғатын болса, жүректің жиі соғуын төмендету үшін арналған, және соның нәтижесінде жүрек қатты соғып, көп мөлшерде соғатын болса, соның нәтижесінде мысалы шлангіге көп мөлшердегі суды құятын болсаңыз, ол гүрілдеген дауыс естіледі. Сол секілді шеткі аймақтағы қан тамырлары қатаяды. Соның нәтижесінде көп мөлшерде қан айдағанда, сол кезде қан тамырлардың сіресіп, қатаю нәтижесінде қан қысымы жоғарылайды. Соны шеткі аймақтағы қан тамырларын босаңсытуға арналған. Бұл жерде бета-адреноблокатор ол жүректі баяу соққызады, мөлшері азаяды соғысының. Соның нәтижесінде шеткі аймақтағы қан тамырларының босаңсуына қолданылады. Босаңсыту үшін және жүректің диастоласы, яғни босаңсуының нәтижесінде босаңсуының ұзаруына, яғни соның нәтижесінде жүрек аз мөлшерде соғып қан қысымын түсіруге арналған. Яғни сізде жүрек қан соғысы жиі болатын болса, онда адреноблокатордан бастап қолданады. Ал бета-адреноблокаторға олмен бітетін бисопролол, атенолол, тенолол деген дәрілік препараттар жатады. Екінші келесі ингибитор АПФ деп аталады. Яғни ол біздегі осы шеткі аймақтағы қан тамырларының жиырылуын күшейтетін, сірестіретін ангиотензин 1-ді 2-ге айналдырмау үшін осы ингибитор АПФ қолданылады. Ангиотензин айналдырушы ферментті, яғни тежейді. Соның нәтижесінде қан тамырдың қатаймауына алып келеді. Соның нәтижесінде шеткі аймақтағы қан тамыр босап, қан қысымының төмендеуіне алып келеді. Ингибитор АПФ-ге кардиоприл, каптоприл, осы прилмен аяқталған дәрілік заттар жатады. Ал келесі біздің ангиотензин рецепторларын тежейтін препараттар, яғни сартатындар. Ол да шеткі аймақтағы қан тамырды қарсыласуын төмендетуге арналған. Келесі кальций каналдарын блоктайтын препараттар, амлодипин, нифедипин секілді дәрілер жатады. Яғни соның нәтижесінде осы қан тамырдың қабырғасындағы ол ионды түрде жүретін, ол кішкене молекула түрде жүреді. Соның каналдағы кальцийдің канал арқылы іштен сыртқа қарай өтпеуін блоктап отырады. Соның нәтижесінде қан тамыр босайды. Ал келесі ол диуретиктер деп аталады, яғни ағзадан натрийді шығару нәтижесінде жалпы қан айналымындағы натрий өзімен суды алып шығады. Соның нәтижесінде жалпы қан айналымындағы қанның көлемі азаяды. Соның нәтижесінде қан қысымының төмендеуіне алып келеді. Келесі осы біз дәрілік препараттарды қолданғанда бірінші бір дәрілік препаратты қолданып көреміз.
егер де соған 3 ай қолданады, 3 айда қан қысымы түсіп, егер де нормада болатын болса, сол дәріні сол дозада қабылдай бересіз. Ал егер де 3 айдан кейін сіз қан қысымыңыз төмендемеген болса, жоғарылаған болса, онда битерапия деп аталады, яғни комбинация 2 дәрілік препараттарды тағайындайды. Соның нәтижесінде 3 ай ішіп қабылдап көресіз. Егер де 3 айда да қан қысымы төмендемеген болса, онда 3 препаратты қабылдайсыз. Егер де 3 препарат ол 3 препараттың комбинациясы, яғни сол дәрілік препараттарды қабылдау арқылы қабылдап көріп, тұрақты дәрігердің қарауында, қабылдауында болып отыру керексіз. Яғни осы дәрілік препараттарды сіздер уақытылы және сол дозада, дәрігер айтқан дозада қабылдап отыру керексіз.